Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге үш үлкен ақпаратты Америка басылымдарынан аударып жеткіземіз. Біріншісі, Америка сенаторлары Қытай Халық Республикасын, яғни Қытай коммунистерін осы коронавирустағы жауапкершілікті арқалауын қатаң талап етіп отыр. Олардың айтысында, егер Қытай компартиясы коронавирус туралы жасырып жаппай 2 ай бұрын әлемге дабыл қаққанда, мүмкін адамзаттың 95%-ын аман алып қалар едік дейді. Екіншісі, Қытайда 14 миллион 500 мың адам өлді ме? Бұл туралы Американың Radio Free Asia басылымы жазып отыр. Үшіншісі, коронавирустың сұмдық бір сипаты байқалды. Бұл сипат туралы естісеңіздер, барлықтарыңыздан төбе шаштарыңыз тік тұрулары мүмкін. Бұл туралы New York Times басылымы жариялап отыр. Ендеше коронавирустың сұмдық сипаты туралы сіздерге қысқаша ақпаратты бөлісейік. Айыпқа бұйырмаңыздар. Әлгінде интернеттің нашарлығынан үзіліп кетті. Себебі мен ауылдамын. Бұл ауылда интернет байланысы өте нашар екен. Сонымен сіздерге сол әлсіз интернетпен тікелей эфир жүргізіп отырмын. Сондықтан мынаны тікелей эфирді көріп отырғанда менің аузымның қозғалысы мен дыбысым екі бөлек кетеді екен. Себебі дыбыс дұрыс жазылғанмен видеоның көлемі үлкен болып, видео сапасыздау жазылады екен де кешігеді екен. Яғни дыбыс өз орнында, оған сәйкес жаңағы видео көлем үлкен болғандықтан тасымалдауда кешігеді екен. Яғни сіздер менің дауысымды алдымен естіп, артынан барып, сол дауыс шығарып отырғандағы бет әлпетімді кейін көреді екенсіздер. Енді бауырлар, дәл қазір қайта жалғанымызға байланысты 59 адам көріп отыр екен. Қолдаңыздар, бөлісіп жіберіңіздер, комментарий жазыңыздар. Дауыс естіліп тұрма? Мынау егер дауыс естіліп тұрса, естіліп тұр деп бір жазып жіберіңіздер, көрейік, тағы тексеріп алайық. Қайсы күні интернетте бәленбай уақыт сөйлегенде қарасақ, дауыс нашар деп артынан барып ескертіп отыр. Лайк басып жіберіңіздер, комментарий жазып жіберіңдер, егер дауыс естіліп тұрса. Интернет неғып қатып тұр дейді. Білесіздер ғой, біздің интернеттің сипатын. Оның үстіне біз ауылдамыз, қалада емеспіз. Жақсы, онда біз естіліп тұрған болса, барлықтарыңызға жаңағы айтқан ақпараттарымызды бірден аударып жариялайық. Бірінші ақпаратымыз әрине New York Times'тан басталады. New York Times'тағы мақала өте сұмдық. Яғни коронавирустың біз осығанға дейін білмеген, байқамаған сұмдық сипаты байқалып отыр. Бұны әлем ғалымдарының өзі аң-таң, яғни қазақша айтқанда апам-таң-таң, мен таң-таңның өзі болып отыр. Яғни қазақшалап айтайық, коронавирустың ешқандай белгілері, сипаттары көрінбейтін, бірақ өзі коронавирус денесінде бар сондай науқастар байқалған. Яғни коронавирус оның денесінде, организмде өмір сүріп отыр. Ол ауырады сонымен. Бірақ оның ешқандай белгілері сыртына байқалмаған. Яғни ол коронавирусты жасырын ілестіруші, бірақ ол басқа адамдарға жұқтырады. Ал енді осындай адамдардан қазір екі қауіп төніп тұр. Бұл адамдардың барлығын, ендеше бүкіл жер бетіндегі адамзат атаулының барлығын онда тексеруге тура келеді. Бұны қазірше New York Times басылымында жазуынша бұларды асимптомик деген. Асимптомик, яғни симптомдары, белгілер байқалмаған. Білесіздер, нормал, оның терісі абнормал, симптомик, оның терісі симптомик. Ал бұл осы асимптомик коронавируспен аурушылар, ол ешқандай бұдан бұрынғы коронавируспен аурушыларда бар белгілерді көрсетпейді. Ал не дейсіз? Бұл туралы қазірше Қытай ақпараты тағы да жасырын ұстап отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл ауру туралы әлі де үндерін шығармай отыр. Бірақ ғалымдар бұл туралы шошып отыр. Әсіресе Гонконгтағы Гонконг университетінің осы жұқпалы ауруларды зерттеу орталығының басшылары бұл туралы қатты таңырқап отыр. Екінші ақпаратымыз Американың Radio Free Asia басылымында жарияланған Қытайда 14 миллион 500 мың адам өлді ме деген ақпарат. Жалпы мақаланың негізгі ойын солай. Біз қазір оны бірден аударып, уақытты ысырап қылмай, қысқа нұсқа айтайық. Қытайда жалпы 3 жаңағы үлкен ұялы байланыс телефон қызметімен қамдаушы бар. Біріншісі China Mobile, екіншісі China Unicom, үшіншісі China Telecom. Бұл үшеуі де жаңағы ұялы байланыспен, интернетпен қамдайды. Бірақ дәл осы үшеуі де соңғы осы бірнеше айдың ішінде
үшеуінің жалпы қосындысы 14 миллион 500 мың абонентінен айырылған. Ал бұл абоненттер неге тұтпайлы жоқ болып кетті соңғы бірнеше айда? Бұл сұмдық тақырып болып тұр. Қазірше бұны Қытай компартиясы жасырып жауып отыр. Олар өздерінше бұл мәселені Қытайдағы байланыс операторларының 5G-ға, яғни 5G-ға ауысуменен және бұл жердегі ескі қолданылмайтын тек орын сақтап отырған ескі номерлерді өшіруменен тағы Қытайдағы мына коронавирусқа байланысты ірі қалаларда жұмыс істейтіндердің ауылға қайтуыменен деген сияқты түсіндіреді. Бірақ бұндай құбылыс Қытайда бұдан бұрында мысалы 3G-дан 4G-ге ауысқан кезде немесе тарифтер ауысқан кезде бұндай құбылыс болмады деп басқа да әлеуметтік желі қолданушылар таңырқап отыр. Яғни Қытайда ешқашан бір айдың ішінде 14 миллион 500 мың абонент ұялы байланыс телефонынан жоқ болып кетуі, сол ұялы байланыс операторларының жаңа таңырқауын тудырып, артынан әлемге тарап, енді Қытай билігі бұны әлеуметтік желіде жасырып жабумен айналысып отыр. Білесіздер, әдетте жаңа байланыс құралдары шыққанда бір адам бірнеше телефонды қатар пайдаланатындар болады. 14 миллион 500 мың деген сөз, ол мүмкін 12 миллион адам, мүмкін 15 миллион адам. Бірақ Қытайда бұл жоқ болып тұр. Бұл енді әлем назарын әлден аударып отыр. Білесіздер, Қытайда коронавирус туралы ақпарат барынша жабық ұсталды. Негізінде коронавирус 2019 жылдың соңғы үш айында пайда болды делінген ақпарат шындыққа жанасады. Бұны бүкіл әлем айтып отыр. Барлықтарыңыз білесіздер, негізінде бұл коронавирус туралы ең алғаш байқалған кезі Қытайдың ресми ақпаратында жариялануы 2019 жылдың 14 қарашасы, 14 ноябрі. Ал бірақ Қытай билігі, білесіздер, оны 2019 жылдың ең соңғы күнде, яғни 31 декабрьде, 31 желтоқсанда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы WHO-ға бұл туралы мәлімет берді, және бұны Қытайлар не деп айтты? Контролдауға болады деді. Бізде жаңа типті ауру байқалды, бірақ оны контролдауға шамамыз жетеді деді. Ал Ухан қаласын карантиндау, яғни Ухан қаласының құрсаулау 2020 жылдың 20 януарында ғана басталды. Бұл таңғажайып. Енді бұл 20 януар неге күтті? 2020 жылдың 20 деген бұл нумерологияға сенді ме Қытайлар? Білесіздер, Қытайлардың өзі дінсіздер, атеистер. Ал нумерология деген ол да бір осы сатанизмнің бір сипаты. Бәлен айдың бәленші күні деген сияқты. Мысалы 2018 жылдың януарының 18-і деген сияқты. Мысалы 2019 жылдың наурызының 19-і деген сияқты. 2020 жылдың бірдеңке айының 20 күні деген сияқты. Бұның барлығы сатанистердің бір белгісі. Айдың, күннің датасын, сағаттың, минуттың датасын бірдеңкеге дұрыстап нану. Мысалы не деп айтуға болады? 2018 жылдың наурызының 18 күні сағат 18-ден 18 минут өткенде десек, бірдеңкені жариялау, немесе бір кезде сол істі бастау, үй салғанда, үлкен бір проектіні бастағанда, бұның бәрі сол нумерологтардың, яғни сатанистердің соқырнаным сенімі. Бұны ғылымда құптамайды, шариғатта құптамайды, білесіздер. Ол сағат минутқа қарап тұрған ештеңе жоқ. Ал шын мәнінде ол уақыт мәселе нені өзек етеді? Қай жердің уақытын өзек етеді? Бүкіл адамдардың уақыт деген ұғымда абстракт ұғым. Жарайды, ол туралы айтпайық. Жалпы Қытайлардың осы Ухан қаласын карантиндеуі 2020-ның 20 януар екендігін білесіздер. Енді бұлар тұтас Хубей провинциясын, яғни 60 миллион жан саны бар Хубей провинциясын енді карантиннен шешкелі жатыр. Ал Ухан қаласын келесі айдың 8-іне, яғни сәуірдің 8-іне дейін Ухандағы карантинді шешпейміз, 8-нен кейін шешеміз деп отыр. Қытайлар 8-ді қаттырымдайды, оны байлық, даму деп біледі. 8-ді ба дейді, өздері фа деген даму, өсу, баю деген мағына. Сөйтіп бүкіл Қытайдың телефонының артында 8 болса, 1 болса жай бай, 2 болса мықты бай, 3 болса тіпті бай, 4 болса шіріген бай, 5 болса іріген бай деген сияқты кете береді ары қарай. Мына Қазақстандағы Қытайлардың өзі байқаңдаршы, көшеде дәу джип мініп жүрсе, оның бәрі 8 болса, онда оның бәрі Қытай болып келеді. Телефондардың арты көп 8 болып келетіндер де Қытайлар болып келеді.
Сөйтіп олар сол 8 сәуірде жаңағы аяқтайды екен. Ал енді 8 сәуірді 4-ті қаттырымдайды, өлім деп біледі. С деген сөз өлім. Енді анау 8 сыба деп тұр, мүмкін өле қалыңдар деген сөзде болуы мүмкін. Олар да шайтан, олар да шайтанист. Мүмкін олар да бірдеңкені өле қалыңдар деген сөз бол. Қалай болмасын, енді осы Қытай туралы Америкадағы жаңағы сенаторлар мен депутаттар үлкен бастама көтеріп отыр. Бұл бастама өте маңызды деп ойлаймын. Бұл бастамада олар Қытай билігін осы коронавирустың мәселесін жасырып жапқан үшін, әсіресе 2 ай кешіктірген үшін төлем талап етіп отыр. Бүкіл адамзатқа жауап беру керек дейді. Мен негізі ақпаратымның бәрін айтып болдым. Нью-Йорк Таймстағы ақпаратымды айттым. Айтпақшы, бұл жаңағы симптомиктар, яғни симптомдық белгілері байқалмайтын симптомиктар, бұл әсіресе мамандар қатты қорқып отыр. Себебі олар ала жүрушілер. Silent carrier дейді, олар ала жүрушілер, үнсіз құпия ала жүрушілер, бірақ басқа адамдарға жұқтыруы бек мүмкін адамдар. Енді бұл бірінші қауіп. Себебі оны ешкім байқамайды. Ол тексерілмейінше ешкім байқамайды, оның өзі де байқамайды. Екінші қауіпі, қатері, ендеше бүкіл адамзат баласын, бүкіл осы коронавирус қаупіне ұшырап отырған елдер, енді қазір жер бетінде барлығы ұшырап болды. Бұлардың барлығы бүкіл халықтың денсаулығын тексеруге мәжбүр болады. Сонда ғана жаңағы ілестіре жүрушілердің, симптомиктардың, яғни белгісі, сипаты байқалмайтындарды анықтауға болады. Ал ол үшін енді ол адамның ақыл жетпейтін қаражатпен сұмдық шаруа. Себебі қазіргі коронавирусты жұқтырған адамдардың өзін тексеруге көптеген мемлекеттер, тіпті Американың өзінің оларда тексеретін аппаратуралар, жаңағы керек жарақтар, жабдықтар жетіспей жатыр. Ал Еуропаның өзі сол Италияда, Испанияда, Францияда, Англияда Қытайдан көмек сұрап отыр. Қытай өзі бүкіл дүниеге ауруды жұқтырып, енді сол бүкіл тесттерді, жаңағы тексеретін тесттілерді шүленсіп Еуропаға беріп, олар өстіп бүкіл әлемде өздерінің жаңа бір жағымды образын қалыптастыруға тырысып отыр. Білесіздер, Қытайда жаңа барлық нәрсеге күлекештікпен ыржиып, жымиып, ыржалақтап жағымды образ қалыптастырғысы келеді. Мысалы, Джеки Чен де келді ғой Қазақстанға, ыржалақ еді. Біздің шекпенділер Джеки Ченнің жолында өліп қала жаздады ғой. Ал сол Джеки Ченнің нағыз алаяқ мысалға. Себебі 97 жылы Гонконг Ұлыбританияға қарап тұрған кезінде ол ант су ішіп, қолын көтеріп тұрып, мен Англияның королевасына, Англия патшайымына адал боламын деп ант су ішіп, және бүкіл Гонконг жастарын өзімен бірге Англия патшайымына адал болуға шақырған ең белсенді болатын. 97 жылы Қытайлар Гонконгты Англияның қолынан алғаннан кейін ол бірден Қытай компартиясына өзін лақтырып жіберді. Сөйтіп қазір ол Қытайдағы ең жаңағы жоғарғы лауазымды Қытай халық құрылтайының өкілі. Ол енді былайша айтқанда сол Джеки Чен атақты жаңағы кім еді, артист өзі талтаң етіп қарасаң, сол бүкіл киносы сол бір анаған құлайды, мынаған жылады, анадан таяқ жейді, мынадан таяқ жейді, талтаңдап жүгіріп жүреді, бірдеңе лақтырып кетеді, бірдеңені тайып кетеді, оның фильмі сол ғой. Ал сол міне саяси карьераға қалай көтерілді, сол жағымпаздықпен аты шықты. Ол тіпті Қытай компартиясын мақтаған соншалық, не дейді, Қытай халқы басқаруға мұқтаж, оны басқару үшін Қытай компартиясы сияқты қатаң басқарушы керек деді. Міне, демократияның заманда туған, өмір бойы сол демократиялық Тайвань мен Гонконгта өскен Джеки Ченнің өзі ақша үшін, мансап үшін демократияны тәркі қылды. Менің айтатыным сол. Яғни Америкада сенаторлар Қытайды сотқа сүйремек. Қытай осы коронавирусты 2 ай кешіктіріп ақпаратты әлемге берген үшін бүкіл әлем алдында жауапқа тартылу керек деп отыр. Бұл бір. Екіншісі, коронавирустың сұмдық симптомик сипаты байқалды. Яғни белгілері байқалмайтын, нышандары сезілмейтін тың сипаты байқалды. 2. Бұл туралы әлем шошып отыр. Үшіншісі, Қытайда 14.500.000 абонент Қытайдың ұялы байланыс телефондарынан жоқ болып кеткен. Бұлар кімдер? Бұл туралы Американың ақпаратынан сіздерге аударып қысқа нұсқа жеткіздік. Бүгінгі менің айтайын деген негізгі ақпараттарым осы. Жаңағы Нью-Йорк Таймстағы мақаланың қысқаша сілтемесін бере кетейін. China to ease coronavirus lockdown on Hubei 2 months after
imposing it дейді. Бұл енді 25 наурыздағы мақала. Енді бұл жердегі мақала Hongkongнан жіберілген. The Chinese province of Hubei, where the coronavirus first emerged well on Wednesday, began allowing most of the 60 million residents to live after nearly 2 months of lockdown. Коронавирус ең алғаш байқалған Хубей провинциясы, онда 60 миллион халық жасайды. 2 айдан бергі құрсаулаудан кейін олар халықты емін-еркін жүруге жіберді дейді. Ары қарай қысын аудара кетейік. Олар бұл жаңағы 8 сәуірден кейін бұлар Ухан қаласында қатынасты біртіндеп қалпына келтіреді дейді. Бірақ мамандар бұл жерде коронавирустың екінші кезектегі зор таралуын, зор жаңа сойқан деңгейде таралуын тудырама деп алаңдап отыр. Ал енді тағы бір сұмдық ақпарат. News reports have also claimed that health officials are finding a number of people with symptomatic infections but not publicizing those figures, raising fears that the virus is still silently spreading. In addition, cases continue to climb among people newly arriving in China. Яғни бұл жерде симптоматик белгілері, яғни бұлар симптомдық белгілері жоқ. Коронавирустың белгілерімен ауырмайтын адамдар байқады дейді. Ал бұл ауру жаңағындай құпия түрде таралу бек мүмкін дейді. Және ары қарай қысқа аудырайық. Ал бірақ Гонконг университетінің вирусология маманы Мәлик Перис айтады, бұл шын мәнде өте қауіпті деп отыр. Өте қауіпті деп отыр, қысқаша айтқан кезде. Қытайлар енді бұл адамдардың адамдық құқын таптауменен осы коронавирусты контролдау барысында өте зор бедел бодау төледі дейді. Ары қарай қысқартып аяқ. While China on Tuesday reported 0 new locally transmitted infections for the first time, users on Chinese social media the next day circulated photographs of the notices from certain Wuhan neighborhoods which appeared to announce newly detected cases дейді. Осы өтіп кеткен бейсенбі күні Қытайлар жаңағы жұқтырған адамдардың саны 0 деп жариялады дейді. Екінші күні, яғни жұма күні Қытайдың қоғамдық әлеуметтік желілерінде кейбір жаңағы осы Ухан қаласының кейбір региондарындағы адамдардың жұқтырғандығы туралы ақпараттардың суреті жарияланды дейді. Бұл енді бір-біріне қайшы ақпараттар дейді. Ал енді бұл туралы бізде айта кетейік. Осыдан аз бұрын әлеуметтік желіде 2 дәрігердің өзара сөйлескені Қытай тілінде ол да жарияланған. Біз оны аударып үлгермейміз. Бірақ 2 дәрігер бір-бірімен сөйлеседі, онда айтады, "Иә, біз баулинг деу керекпіз" дейді. Яғни баулинг біз жаңағы доклад жасағанда жаңа жұқтырушылар 0 деп айтуға мәжбүрміз дейді. Бірақ енді ол қауіпті ғой деп екінші дәрігер айтады. Енді қайтесің, жоғарыдан бұйрық келіп тұр. Егер кімде-кім жұқтырушылар бар, біреу, екеу, немесе 10, немесе 100 деп айтса, ол міндетті түрде жазаға тартылады деді. Сондықтан қалай болмасын, ол адамдарды емдейміз, бірақ жоғарыға 0 деп доклад беруге мәжбүрміз дейді. Бұл бір. Ары қарай жаңағы бұл жерде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы менен Қытай мансаптыларының ортасында біраз қайшылық бар екен. Chinese officials count only patients which both symptoms and a positive test in their official tally of confirmed cases. The approach is at odds with the World Health Organization's guidance that all people who test positive should be considered confirmed cases regardless of the whether they show symptoms дейді. Яғни Қытайдың мансаптылары, яғни бұл жерде тіркеуге алынған, яғни осы аурумен ауырды деп тіркелген науқастар тек қана осы ауру белгілері байқалғандар және тексерген кезде олардың жаңағы тексеру нәтижесі, вирус тексеру нәтижесі позитив болғандар ғана жатады дейді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл туралы басқаша көзқараста. Олар айтады, мейлі олардың
тексеру нәтижесі позитив болсын, барлық осы ауруды жұқтырған адамдарда осы аурумен ауырған адамдардың санына қосылу керек дейді. Яғни Қытайлар бұл жерде тағы да жасырып жабуға қарай кетіп бара жатыр. Енді екінші нәрсе, жаңағы сіздерге айттым ба, 14 миллион 500 мың адам туралы. Бір кезде әлеуметтік желіде Еуропаның Твиттерінде тағы бір видеолар тарады. Білесіздер, Қытайлар оны TikTokқа немесе WeChatке салады, бірден батыстарлар көшіріп алады, артынан сол аккаунтты Қытайлар бірден өшіріп үлгереді. Яғни тау төбе үйілген Қытайдың ұялы телефондары, соны бір адамдар бет аузын тұтасымен жаңа тұмшалап алған, құрсаулап алған адамдар әлгі телефондарды жаңағы өртеуге қарай итеріп, қоқсық тасығандай тасып жатады. Ал бұны айтады Қытайдағы коронавирус жұқтырған науқастардың телефон, себебі ол барлық адам қолында телефон ұстап отырады. Сөйтіп бұл телефонды да жаңағы ары қарай коронавирус оның ішіне запчастарына дейін кіріп кеткен, бұл өртеу керек деп айтады дейді. Енді жаңағы осы видеодан кейін бүгін ғана ақпаратқа шыққан 14 миллион 500 мың Қытайдың ұялы байланыс телефонының абоненттерінің жоқ болуында осы мәнде түсінуге тура келетін сияқты. Енді сіздерге соңғы ақпаратты аударып жеткізейік. Мына интернет тағы әлсіз болып ашылмай тұр. World Meters Infoдағы бүгінгі Италиядағы өлім саны Қытайдан 2 есе артып кеткен. Италиядағы өлім саны Қытайдан 2 есе артқан. Малайзияда да артып бара жатыр. Енді сіздерге қазіргі соңғы цифрларды аударып жеткізе салайық. Яғни бүкіл жер әлем бойынша 440 мың 795 адам өлген. Яғни, өлген деймін ау, Құдай сақтасын. 440 мың 795 адам жұқтырған бұны. Өлім 19 мың 758. Енді түсінікті болу үшін жұқтырған адам 5 миллион жер шары бойынша, өлген адам 20 мың деп еске ұстай берулеріңізге болады, мөлшерменен. Енді қысқаша басты сан цифры көп мемлекеттерді аудара салайық. Қытай 81 мың 218 адам, өлім 3 мың 281. Италия 69 мың 176 адам, өлім 6 мың 820. Яғни Қытайдан 2 еседен де артық болып отыр. Ал үшіншісі Америка 55 мың 129 адам, өлім 787. Испания 47 мың 610 адам, өлім 3 мың 434. Германия жұқтырған 35 мың 714, өлім 181. Иран 27 мың 17 адам жұқтырған, өлім 2 мың 77. Франция 22 мың 304 адам, өлім 1 мың 100. Швейцария 10 мың 537 адам жұқтырған, өлім 149. Оңтүстік Корея 9 мың 137 адам жұқтырған, өлім 126. Ары қарай кете береді. Енді бұл жерден біздің түрік бауырларымызды қысқаша айтайық. Түркия 1874 адам жұқтырған, 44 адам өлген. Енді ары қарай біз өзіміздің қазақтарды іздейік. Бұлар қаншалықты шын ақпарат берді. Іздей салайық 1 минут. Сауз Корея, Филиппин, Светлана, Египет, Хонг-Конг, Казахстан қайда. Мүмкін біз осы тізімдікке халықаралық ақпаратқа біздегілер берді ме екен әлде? Бізде Өзбекстан дейді, 56 адам жұқтырған дейді. Бұны енді Өзбек өз ағам ғой. Қырғызстан 44 адам жұқтырған дейді. Ары қарай аударып отырайық. Ары қарай Монғолия дейді, 10 адам жұқтырыпты дейді. Монғолда енді туыс қой, бауыр ғой, енді діні басқа болса да, өз бауырымыз монғолдар. Киіз туырлықты, төсекте басы, төскейде малы қосылған монғол бауырларымыз аман болсын. Ал ары қарай Қазақстанды мен көрмедім ба, таппадым ба? Болды, қазақ аман болсын. Қазақстанда қанша адамдардың жұқтырған өздеріңізде қазақстандық жергілікті ақпараттан біліп отырған боларсыздар. Ары қарай міне менің сіздерге аударып жеткізген ақпаратым қазірше осы. Америкадағы жаңағы сенаторлардың аты аударып отырып жариялайын деп едім. Жарықтық мына интернетім қуып тұр ғой. Не істейміз енді? Негізі анау міне ашылыпты енді. Наурыздың 24 күні дейді, Америкадағы сенатор Джим Банкс дейді. Осы мәселені көтерді дейді. Яғни Қытайлар осы коронавирустағы қате қарекеттер үшін, және ақпараттарды жасырып, және өтірік ақпараттарды берген үшін халықаралық дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандарымен селбеспеген үшін, дәрігерлер мен тілшілерге нақтылы ақпараттарды тексеруге жаңа кедергі жасаған үшін,
және өте жаңағы азшылық ұлттардың денсаулығына жаңағы кәдімгі қасақана қастандық жасаған үшін олар төлем төлеу керек дейді. Сенатордың аты Джим Банкс. Бұл жерде тағы айтады. Англиядағы жаңағы қайсы университет бар ғой, сол университеттің мамандар айтады дейді, егер Қытай 3 апта бұрын осы коронавирус туралы ертерек халықаралық қауымдастыққа дабыл қаққанда, біз бүкіл жер шарындағы 95% адамның жұқтыруының алдын алып қалатын едік дейді. Ал ары қарай екіншісі депутат Джош Хаулей. Олар айтады, бүкіл көптеген мемлекеттердің жаңағы санитар мәнсаптыларына тексеру жүргізу керек дейді. Бұл мәселені тағы көтереміз деп отыр. Ал енді Америкадағы арнайы стратегия және халықаралық мәселелер зерттеу орталығы CSIS-тің Қытай мәселесі бойынша маманы Боннио Гласер айтып отыр дейді. Қытайлар өздерінің осы індетке қарсы тұрудағы белсенділіктер және халықаралық көмекті беру арқылы олар осы мәселенің ту бастағы тарау кезіндегі бір қарекеттерін жасырмақшы дейді. Ал Америкадағы жаңағы мансаптылар бұл мәселенің ту баста қалай болғандығын дүниеге түсіндіргісі келеді. Бұл тек қана Қытайлардың жаңағы айтқан сөзі бір тарапты рас емес дегенді білдірсе керек. Ары қарай енді осы менің сіздерге жеткізетін ақпаратым міне 9-дан 33 болыпты. Ақпараттарымызды осымен тәмамдайық. Жарты сағаттан артық сіздермен бірге болыппыз. Бұдан кейін де сол осы тұрақты түрде 20 минут, 30 минутта осы ақпарат жеткізумен айналысайық. Ал сұрақ жауаптарымызды, сұхбаттарымызды мүмкін болса сол күндізгі интернеттің жақсы кезіне қалдырайық. Жақсы, сау болыңыздар. Қазір 489 адам көріп отыр екенсіздер. Алла разы болсын, бөлісіңіздер. 489 мәрте бөлісіп тастаңыздар, группаларға бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Осындай әлемдік ақпараттан өстіп әр күні кешкі сағат 9-да ертес күндіз уақыт болған жағдайда. Күндізге уәде етілмейді, кеште 9-ға уәде береміз. Өстіп тұрақты түрде ақпарат беріп отырады деп ел жұртқа жеткізе жатарсыздар. Әрине, мына әлеуметтік желіде Жәнібек Имам Мәзір бауырымыз және Кенесары хан бауырымыз осы мәселе, яғни әр күні өстіп әлемдік ақпарат коронавирус туралы біздің жүргізетін осындай кешкі сағат 9-да біз өз еркімізбен, өз қалауымызбен халыққа, ел жұртқа пайдалы болсын деп жұмыс жасап жатқандығымызды айтып дабыл қағыпты. Енді бұл жерде бір адамдар жаңағы кері кетіп, неше түрлі өсек аяң айтып отыр екен. Бұл рухани әлсіз адамдар барлық жерде бар. Біреудің тек жаман жағын көретін ондай адам көп. Иса пайғамбар келе жатыпты дейді. Жаңағы сахабалармен сөзсе бір ит жаңағы нәжістің шұңқырына түсіп кетіп, өне бойын нәжіс өзі жаңағы ақсақ сасып қастарына қарай ит келе жатса, бәрі жиркеніп жаңағы малынып келе жатқан ғой нәжіске. Мұрындарын басып жиркеніп, біреулер тас алып қуғысы келіп сөйткенде, мынау не деген оңбаған, бұл өзі ақсақ сумақ ит екен, бұл қаңғыбас ит екен деп жаңағы адамдар наразы болып кетеді ғой, бір топ адаммен келе жатады, апостолдармен. Сонда Иса пайғамбар айтып дейді, бұл иттің тісі не деген аппақ деп. Сонда ол пайғамбардың көзіне барлық нәрсенің тек жақсы жағы көрінген екен дейді. Былай қарап отырсаңыз, шетелдің миссионерлерде алдымен адамдарды діннің, Құдайдың жақсы жағын айтып дәріптейді ғой. Құдай сені сүйеді деп көшеден кезге салғанда, немесе бір әңгімелесе қалғанда сол миссионерлер Құдай сені сүйеді, God loves you деп бастайды сөзін, дұрыс па? Сөйтіп олар жәннатты көбірек айтып, адамдарды үміттендіріп, мейірімге, махаббатқа, біз саған көңіл бөлеміз, қиыншылығың болса кел деп үгіттейді. Ал біздегі дүмшелер болса не дейді? Құдайды бір қорқынышты жауыз қылып суреттейді. Олар тозақты айтып қорқытады. Сонда біздің методикамыз қалай болып тұр? Иә, Құдайдың тозағынан қорқу керек, бірақ жәннаттан үмітті үзбеу керекпіз. Біз ол дүниемізді ойлап, бұл дүниені тәркі қылмау керекпіз. Бұл дүниені деп, ол дүниені тәркі қылмау керекпіз. Екі дүниені екі қолымызда қатар ұстап тұруға тиіспіз, бұл діннің талабы. Бірақ біздегі қазіргі фанаттар бұл дүниені тәркі қылды, ешқандай жұмысқа, іске қарамайды. Тіпті туған қарындасын, туған қызын бір жат діндегі біреу немесе бір жауыз оз біреуге зорлағалы жатса, құманын алып, тахаратын алып,
жаңағы Құдайға жалбарынбаққа кетіп бара жатады, ана жақтан шыңғырып жатса естімейді. Міне образдап тұрып айтқанда. Бауырлар, мені тағы да бұл діннен шығарып мүртат куәлік беріп тозаққа прямой направление жазып жіберетін болды ғой кейбіреулер. Кешіріңіздер. Біз енді жақсы көргендіктен ғана сын айтамыз, басқа ойымыз жоқ. Бәріміз де аман болайық. Елімізде, жұртымызда аман болсын. Бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар, сау болыңыздар. Түнде интернеттің жақсы кезінде егер шаршап қалмасақ, тағы бір мәрте ақпараттық шолу жасауға тырысамыз. Сау болайық.